Ұлы жеңістің 81 жылдығы қарсаңында Қостанай облыстық Аймағамбет Қажы Спанұлы мешітінде майдангерлер мен тыл ардагерлеріне құрмет көрсетілді. Тағылымы мол жиынға Ұлы Отан соғысының ардагерлері Қасымхан Алдабергенов пен Ділдәбек Сансызбайұлы, сондай-ақ соғыс жылдарында тылда еңбек еткен ардақты қариялар арнайы шақырылды. Іс-шара барысында облыстың бас имамы Бектұрсын Қажы Уәлиев қонақтарды жеңіс күнімен құттықтап, отан үшін жанын қиған боздақтардың рухына құран бағыштады. Сонымен қатар Қостанай облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Батырбек Ахметов бастаған аға буын өкілдеріне сый-сияпат табысталып, Абыз Ақсақал батасын берді. Елімізде тиіштік, бөлкі жақсылық болсын елімізде. Менің жасымды бір сіздерге көп жасаңдар. Өмір жайларын былай қарай өтейік, бәрі дайын тұр, көп уақыт қажет. Жиын соңында ардагерлерге ерекше құрмет көрсетіліп, дастархан жайылды. Кездесу барысында ел бірлігі, бейбіт өмірдің қадірі мен кейінгі ұрпаққа берілер тағылым төңірегінде әңгімелер айтылып, ардагерлер ізгі тілектерін жеткізді. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Неке биыл Ұлы Отан соғысына 81 жыл толып отыр. Осы Ұлы Отан соғысының ардагерлері бар, тыл еңбеккерлері бар. Осы кісілерге бір құрмет жасап, соғыс уақытында құрбан болған кісілерге құран бағыштап, осындай бір арнайы іс-шара өткізіп жатырмыз мешітімізде. Енді сол соғыс ардагерлеріміз бар, тыл еңбеккерлері бар. Сол кісілерді келешек ұрпақ үлгі тұтып, ол кісілердің қажымас қайраттылығын, еңбек қорлығын, сол уақыттарда, сол дәуірде көрген қиындықтарының барлығын мынау жас ұрпаққа айтып насихаттау үшін мешітімізге арнайы шақырып, ол кісілерді құрметпен осындай бір іс-шара ұйымдастырып жатқан жайымыз бар. Алла тағала сол ақсақалдарымызға, сол уақытта қызмет жасаған, еңбек еткен барша апаларымызға, әжелерімізге Алла күш-қуат берсін. Олардың ізін басып келе жатқан барша ұрпақтарына Алла тағала ғұмыр берсін. Бүгін мінекей қасиетті жұма күні, сол жұма күнінде жасаған дұға тілектерімізді Алла қабыл етсін. Арнайы Мұнара телеарнасы үшін Абзал Сұлтанғалиұлы, Ғабит Қосжан, Бағдат Ахметбеков.